Достар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге пломбир балмұздағының рецебін ұсынамын. Тек 2 ғана ингредиенттен тұрады. Жасау жолы өте оңай, әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қазіргі уақытта жаз мезгіліне арналған таптырмас десерттердің бірі. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге салқын кілегей қажет. Кілегей 30%-дан жоғары болу керек. Менде 33%-дық Чудское озеро кілегейі. Кілегейіміз салқын, жаңадан тоңазытқыштан шыққан болу керек. Кілегейімізді сәл қоюланғанға дейін миксерлейміз. Шамамен 2-3 минут уақыттай кетеді. Байқасаңыздар, видеодағындай сәл ғана қоюлануы керек. Осы кезде біз қойытылған сүтімізді қосамыз, яғни сгущенкамызды қосамыз, және де миксерлейміз біздің массамызды. Шамамен 3-4 минутта миксерлейміз. Біздің массамыз қоюланады. Қоюланған кезде біздің массамызда миксердің ізі қалуы керек. Массамызды миксерлеп алғаннан кейін ыдысымыздың жан-жағында жағылып қалған массамызды силиконды күрекшенің көмегімен 1 рет толығымен араластырып аламыз. Біздің балмұздағымыз дайын. Енді мұздатқышқа қойып, қатыратын ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға балмұздағымызды салып алдық. Ыдысымыздың бетін жауып, мұздатқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Біздің балмұздағымыз дайын. Менде шамамен 5 сағат уақыттай мұздатқышта тұрды. Сонымен қатар балмұздаққа түрлі жеміс-жидектер қоссаңыздар да болады. Және де сгущенканы вареный сгущенкаға алмастырсаңыздар да болады. Барлығын өздеріңіздің қалауларыңызбен түрлендіріп жасай бересіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын түрлі жаңа оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.